Сізде аллергия, буын аурулары, асқазан, бауыр, ішек аурулары, тағы да басқа көптеген аурулар мазалап жүрсе, қарапайым ғана екі заттан тұратын таңғажайып қоспаны қолданып көріңіз. Видеода осы қоспаның ем болатын 24 ауру түрін айтатын боламын. Сондықтан соңына дейін мұқият көруге кеңес беремін. Пайдалы ақпараттарымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қойыңыз. Алдыңғы видеоларымызда айранның пайдасы, дрожжидің зияны және тағы да басқа заттар туралы айтқан болатынбыз. Сонымен қарапайым ас содасы мен кастар майы қосындысы организмді нығайтып қана қоймай, жасартуға да өз көмегі мол. Кастар майын косметология мен медицинада кеңінен қолданады. Буын аурулары мен қан айналымды жақсарту үшін компресс ретінде қолданыңыз. Ол үшін қажет аймақты содамен және сумен тазартып сүртіңізде, кастар майы сіңген матаны қойып үстін фольгамен орап 60 минуттан соң жуып тастасаңыз болады. Осыны 40 күн қайталау керек. Бұл компресс сонымен бірге варикозға, қабынуға, ас қорытуға, бауыр жұмысына және басқа да көптеген ауруларға ем. Сода мен кастар майы қоспасы теріні ағартады. Массаж жасай отырып терінің созылғанын қалыпқа келтіруге болады. Көгерген, кесіп алған кішкентай жаралар болса, тағы да осы кастар майы бізге көмекке келеді екен. Бас терісіне жақсаңыз, шашыңыз тез өседі. Құлақтағы шуды кетіру үшін 4 ай бойы 3 тамшыдан сумен бірге қабылдаған дұрыс. Тобығыңызды уқалап, ауырсынуды басатын дәрілердің орнына қолдануға болады. Ал 1 тамшысы көздегі катаракты емдейді. Аллергияны емдеу үшін күнде 5 тамшысын қолданыңыз. Ұйықтар алдында маймен сүртсеңіз, аллергия мен конъюнктивит жоғалады. Организмдегі никотиндерді шығарғыңыз келсе, күнде 2 тамшысын қабылдаңыз. Бұл майдың тағы бір ерекше қасиеті алкоголизмді емдеуге болады. Арқа, мойын, бел ауруларына жағуға болатын тамаша ем. Сүйелді емдейді, қорылдауды жояды. Қас кірпікті қалыңдатып өсіреді, теріні ылғалдандырады және өкшедегі мозольдарды осы май арқылы жоюға болады. Яғни сұлулықта да бұның рөлі өте көп екен. Сонымен бірге беттегі прыщтарды, яғни бөртпелерді жояды. Ішіңіз ауырып, диарея болған жағдайда маймен массаж жасасаңыз жақсы. Кастар майын жүктілік кезінде немесе жеке төзімсіздік болған кезде және аппендицитқа күдіктенсеңіз қолданбаңыз. Ең алдымен кастар майы ішті жүргізетін қасиеттермен танымал. Дегенмен оны аз мөлшерде қолдану керек. Әйтпесе жағымсыз әсерлері болуы мүмкін. Сондықтан қолданар алдында дәрігер кеңесіне жүгініп алғаныңыз жөн болар еді. Кастар майы мен сода жайында қысқаша айтып өттік. Бұдан басқа да емдік қасиеттері көп екені анық. Видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мүмкін оларға шипалы болар деген үміттемін. Келесі видеомыз қан қысымына байланысты болмақ. Сіз қандай ақпарат алғыңыз келеді, комментарийға жаза кетіңіз. Міндетті түрде ескеретін боламын. Ұнаса лайк баса кетіңіз, ауырмайтын жол іздейік. Сау болыңыздар.